Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай бисквитный торттың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай, дәмді және қолжетімді, яғни бюджетный варианттағы ең әдемі торт десем болады. Көріп тұрғандарыңыздай бір тегіс бисквит, бір тегіс крем және керемет оформлениемен жасалған торт. Бұл тортты ең алдымен 6 жұмыртқа, осыны сары уызы мен ақ уызын ажыратып аламыз. Яғни бұл бізде бисквиттің дайындалу жолы. Осылай барлығын араластырып бөліп алғаннан кейін қантымызды екіге бөлеміз теңдей етіп, ақ уызға шым-шым тұз саламыз және миксерлейміз. Аппақ өзінің формасын ұстайтындай меренга болғанша миксерлейтін боламыз. Неге осылай дайын болғаннан кейін сары уызымызды миксерлейміз, қанты ерігенше миксерлейміз. Одан кейін сары уыз бен ақ уызды біріктіретін боламыз. Осылай жасасаңыздар бисквиттеріңіз үлпілдек болып шығады. Және араластыруының өзі осылай жоғарыдан төмен қарай тек бір бағытта ғана араластырасыз. Қасық, күрекше бола береді. Ең бастысы бір бағытта және жоғарыдан төмен қарай ала отырып араластыруда. Одан кейін сұйық май және ыстық суды құямыз, араластырамыз. Ұнымызды, кукурузный крахмал, разрыхлителді бірге салып жібереміз. Електен өткізіп, оны да бөліп осылай жоғарыдан төмен қарай бір бағытта араластырып шығамыз. Бізде қою үлпілдек масса дайын болды. Формаға құйып, қызып тұрған печкада пісіреміз. Міндетті түрде қызуы керек. Піскеннен соң бірден осындай решеткаға теріс қаратып қоятын боламыз. Бөлменің температурасында суытамыз. Әбден суы керек. Содан соң ғана барып астындағы фольгасын шешетін боламыз. Фольгасынан ажыратып болғаннан кейін пышақпен ала отырып кольцодан босатамыз. Және пищевой пленка немесе салафанға салып холодильникке бір күнге қоямыз. Міндетті түрде бір күн тұруы керек. Бұны бірден пайдалануға болмайды. Кесілмей, шашылып, басылған күйінде қалып кетеді. Сол үшін холодильникте бір күн тұруы тиіс. Міне осындай биік, әдемі бисквит дайын болады. Дайын болғаннан кейін менде сироп, бұнда су және қант, жай отта ғана қыздырып аламыз. Және менде кремге сливки мен жарты банка сгущенка болып келеді. Қалауларыңызша сахарный пудра қосуға да болады. Және осы бисквитімізді бір күн тұрғаннан кейін осылай пышақтың көмегімен жан-жағынан кесіп ала отырып, бірінші мөлшерлеп кесіп аламыз формасын. Содан кейін барып ортасынан пышақты жүргізетін боламыз. Сол кезде міне дәл осылай кессеңіздер, теп-тегіс формасын ұстап кесілетін болады. Мендегі бисквит 3-ке бөлінгенде осылай шықты. Көріп тұрғандарыңыздай тығыз, тегіс, әдемі бисквит болып шыққан. Содан соң бірінші бетін аламыз, ең астына қойып, сосын пропитка жасаймыз. Көп жасаудың қажеті жоқ, ол былжырап кетеді. Өйткені құрамында су және май бар бізде. Содан соң крем менде сливки мен сгущенка. Теп-тегіс етіп барлығын жағып шығамыз. Одан кейін екінші коржды саламыз. Оған да солай пропитка және крем. Және үшінші коржды саламыз. Яғни ең соңғысын теріс қаратып саласыз. Сол кезде теп-тегіс торттың беті шығатын болады. Осылай тегістеп, бұны да тоңазтқышқа салып қоя тұрамыз. Кремі әбден өз формасын ұстауы керек. Менде кемі бір 4-5 сағаттай тұрды. Содан соң алып оформлениесін жасайтын боламыз. Ол үшін кольцосынан шешіп ажыратып аламыз. Жан-жағындағы кремдерді тегістеп жағып жібереміз. Мінекей осындай корж шыққан менде. Тегістеп алғаннан кейін қалған креммен тортымызды қаптап шығатын боламыз. Теп-тегіс аппақ етіп, болмаса бояу қосып әртүрлі тематикалық торттарды жасай беруге болады. Мінекей осылай тегістеп алғаннан кейін торттың оформлениесіне кірісеміз. Ол үшін менде кондитерский желе деп аталады. Соны кондитерлік дүкенде сатылады бұл арнайы. Менде малина дәмімен 3 қасық және 3 қасық су. Сумен араластырасыздар. Міне осындай іркілдек болмауы керек. Одан кейін торттың бетіне құйып,
бірден жайып шығамыз. Торт міндетті түрде холодильниктен шығуы керек. Сол кезде желеміз бетіне қатып қалатын болады. Осылай жағып, одан кейін осылай оформление жасай бересіздер. Ұнаса лайк басып өтіңіздер.